Алла тағалада мыңда бір ұлық сипаты, есімі бар. Тек олардың барлығы жақсы мағынадағы қасиеттер. Ал соған ұқсас адамзатта 999 кішік сипаттары болады адамның. Оның тек біреуі ғана мықты дамыса, ол адам үлкен беделге ие болады. Мысалы, Бауыржан Момышұлы батылдығыменен, батырлығыменен бүкіл халықтың сүйіктісі болды. Қыз Жібек Баян сұлу, сұлулығыменен бүкіл әлемге әйгілі болды. Ал өкініштісі сол 999 кішік жақсы сипаттың теріс, жаман сыңары болады. Жомарттық, сараңдық, көру, соқырлық, сабырлылық, ашушаңдық деген сияқты теріс сипаттар болады. Әрбір адамның бойында қандай мөлшерменен табылса, соған байланысты адам түрлі болады. Міне, онылардың барлығынан миллиардтаған адамдарға біріне бір ұқсамайтын қасиеттер пайда болады.